Сәлем достар, біз қазір контент жасауға келдік. Қазір біз блиц-опрос алып жүрміз. Мына жақтағы шиномонтажкаға барамыз. Сол жақтағы адамдардан сұрастырып көреміз. Қаншалықты адамдар көлік айдайды. Қыста қалай, жазда қалай деген сияқты адамдардың ой пікірлерін білетін боламыз. Мысалға, жаяу жүргіншілер өзіндерінің мына жолақтармен жүрмей, жолды басып кесіп өтетін кездер болады ғой. Сол кезде соларға сіздің көзқарасыңыз, реакцияңыз қалай, соларға не айтқыңыз келер еді? Енді ПДД дейміз ғой, соны бәрі сақтаса дұрыс болар еді негізі. Өйткені ол кейде болады, мысалы, біреу қағып кетеді, тағы да не болады, жүргізушіге тағы да ол айып болады ғой тағы да. Сондықтан барлығы ПДД-ны дейміз, жаңағы сақтап жүрсе жақсы болар еді. Ал сіз жазда көлік айдау мен қыста көлік айдаудың айырмашылығын айтасыз ба? Өзіңіздің тәжірибеңіз бойынша бізде әсіресе қыс мезгілінде Астанада қыс қатты болады, гололед болады деген сияқты әр мезгілдегі өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Жоқ, Астанада ол жағынан мәселе жоқ, ана реагенттердің бәрін уақытында істеуі, бәрін жолдың бәрін уақытында тазалайды, менің ойымша. Сіз осы жаяу жүргіншілерге қандай кеңес берер едіңіз? Әсіресе қыстың кезінде жаяу жүргіншілер жаңағы пешеходта жоқ жерден просто жолдан кесіп өтіп жатады деген сияқты. Жалпы сондай қандай кеңес бересіз? Наушникті шешіп жүру керек, капюшон шешіп жүру керек, өйткені жан жағындағы көліктерді көрмей қалады. Содан кейін асықпай жүру керек, өйткені жердің бәрі тайғақ құлап, жарақаттануға болады. Ал осы жолды кесіп өтетін жаяу жүргіншілерге не айтар едіңіз? Мысалға, өзіңіз жолда келе жатырсыз, пешеход жоқ жерден алдыңыздан жүгіріп шықты да адамдар. Сол кезде сіз не айтқыңыз келеді? Өзіңіздің крик түшеңізді осы видеода айтсаңыз болады. Өте қауіпті, бірақ Астананың халқы тәрбиелі, жолдан жүгіріп өтпейді. Басқа қалаларда енді олай емес. Астана халқы, адамдар тәрбиелі, жолды кесіп өтпейді. Жолды қарау керек қой. Бұл үлкен қала. Көрмейсің ба, тыным жоқ. Бұрынғыдай емес, осыдан 20 жыл бұрын ондай болмаған, берді қазір масқара. Сол үшін ерінбеу керек. Енді мен шопыр болғаннан кейін мен қазір мысалы анау жаңағы самокатпен ат шыққан кезінде шошып кетесің мысалы. Торды беріп қаласың, арттан кіріп кетеді. Сондай случайлар көп болады. Енді біреудің кесірі тиеді ғой. Сол үшін әркім өзіне жауап берсе болды. Әркім өз жолымен жүру керек. Әркім өз жолымен жүрсе, сонда ешкімге ешқандай проблема болмайды. Бәрі жақсы болады. Ал осы жолдан атып шығатындарға, мысалы, пешеход жоқ жерлерден жүгіріп өтетін адамдарға қандай не айтар едіңіз? Не айтасың оған? Дұрыс емес қой. Ондай жерлер өтпеу керек. Ана белгісі не үшін тұр? Светофор не үшін тұр? Сонымен жүру керек, онда көзі бар адам жүреді. Пешеходом, но быть более внимательны, даже если он идет по пешеходу, надо смотреть по сторонам. Особенно это касается мамочек с детьми, которые вообще бывает не смотрят, у них бывает и дети падают, переходят дороги. Как бы водитель-то тоже смотрит, но как бы с них ответственность тоже не снимается. Но в любом случае надо всегда быть внимательным, даже на пешеходных переходах. А как вы часто сталкиваетесь с пешеходами, которые выходят на дорогу неожиданно? Да, очень часто. По дороге даже бывает едешь, где-нибудь на пешеходном переходе, вот по светофору идет, уже там красно загорелся, у меня там, особенно зимой ребенок, даже бывало санок ребенок падал, тоже замечал. Местами как бы, часто такая, кто-то перебегает. Байқап жүру керек, тайғақ жермен жүрмеу керек. Пешеход, светофор жанғанда ғана жүру керек деген сияқты. Өздері біледі ғой, негізі өздері де апатқа ұшырайды. Және де шопырды не деді, крайне ақырғы қылады. Соны тоже ойлау керек бәрін. Правила бойынша бәрі өту керек қой.